Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін осындай еттің астына салатын әдемі салфетканы тоқитын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен менің Instagram парақшама тіркеле кетіңіздер және де YouTube каналыма жазыла кетіңіздер. Бұл салфетка сіздерге ұнаса, астына пікір қалдырып және де лайкты баса кетіңіздер. Мендегі крючоктың номері 4-ші номерлі крючок. Ең алдымен жіпті саусағыма икстап орап аламын. Бұл ең оңай әдісі негізінде. Икстап орап алып, ішінен жіпті өткізіп шығарып аламын. Неге осылай? Менде қазір бір тор көз шықты. Енді біз қазір 6 тор көзін шығаруымыз керек. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бірінші тұрған тор көзімізге крючокты өткізіп, жіпті біріктіреміз. Енді менде мұнда артық қалған жіпті кішкене ғана кесіп аламын. Кескеннен кейін қалған артық жіпті өздеріңізбен бірге тоқығанда бірге алып жүріңіздер, яғни көрінбеу үшін. Осылай кесіп тастадым. Енді біз қазір бағандар жүргізетін боламыз. Ол үшін 1 тор, 2 тор, 3 тор көзін алдым. Енді мына шеңбердің ішінен өткіземін. Бірінші бағанды өткіздік. Бұл екінші баған. Енді бір үрмелі шар аламыз да, келесі үшінші бағанды өткіземіз. Тағы да бір үрмелі шар аламыз да, тағы да келесі бағанды өткіземіз. Дәл осылайынан 12 баған шығу керек. Бізде қазір 4 баған істелді. Мінекей 12 баған шықты. Енді үшінші тұрған тор көзімізге крючокты кіргізіп, жіпті алып шығып біріктіреміз. Енді 2 тор көзін іліп аламыз да, дәл сол жерден тағы да бір баған жасаймыз. 2 баған болды. Келесі бір үрмелі шар алып, келесі тор көзден, көріп тұрсыздар ғой, дәл сол бағанның астындағы тор көзден тағы да бір баған шығарамыз. Сол тор көздің астынан тағы да екінші бағаны шығарамыз. Неге 2 баған болды. Енді тағы да бір үрмелі шар алып, келесі бағанның астынан, яғни тор көзден тағы да баған шығарамыз. 1 баған шығардық. Енді келесі екінші бағанды шығарамыз. Тағы да үрмелі шар аламыз да, келесі тұрған жерден тағы да 2 баған шығарамыз. Неге? Әр бағанның астынан шығардық. Енді жіпті біріктіріп аламыз. Енді 2 тор көзін шығарамын. 2 тор көзін шығарғаннан кейін келесі тұрған тор көзден 1 баған шығарамын. Дәл сол тор көздің астынан екінші бағанды шығарамын. Енді бір үрмелі шар аламын да, келесі тұрған бағаннан бір тор көзін 1 баған шығарамын.
яғни келесі тор көздің астынан 2 баған шығарамын. Біреу, енді екінші баған. Көрдіңіздер ғой. Тағы да бір үрмелі шар аламын да келесі тұрған тор көзден 1 баған өткіземін. Келесі тұрған тор көзден 2 баған өткіземін. Тағы да бір үрмелі шар аламын. Дәл осылайынан соңына дейін жалғастыра бересіздер. Мінекей, мен тоқып бітірдім. Енді екінші тұрған тор көзге крючогымды кіргізіп, жіпті алып шығамын. Яғни біріктіремін. Неге осылай біріктірдім? Енді қыздар, әрі қарай тоқу үшін, яғни біз дәл сол жерден 2 тор көзін іліп шығамыз, яғни 1 баған шықты. Келесі тор көзден тағы да 1 баған шығарамыз. Одан кейінгі тұрған тор көзден енді 2 баған шығарамыз. Дәл сол тор көздің астынан 2 баған шығарып, 1 үрмелі шар аламыз. Одан кейін келесі тұрған тор көзден тағы да 1 баған шығарамыз. Одан кейінгі тұрған тор көзден тағы 1 баған, келесінен 2 баған шығарып, тағы да 1 үрмелі шар аласыздар. Менде дәл қазір енді 3 қатар тоқылды. Сіздер әрі қарай тоқисыздар. 9 қатар шығуы керек. Бәрі түсінікті деп ойлаймын, қыздар. Сәттілік. Мінекей, тоқып бітірдім. Осындай болып шығады үлкен көлемде. Енді қазір санайық. 1, 1 баған, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 баған шықты менде. Осындай болып шығу керек, қыздар. Енді біз дәл қазір тоқитын боламыз. Келесі қатарды 1 жіп тор көзін шығарамыз, 2-ші тор, 3-ші тор көзін шығарамыз. Неге 1 баған шықты. Енді біз әдемі зор тоқитын боламыз. 1-ші бағандағы тор көзді тастап кетеміз де, 2-ші бағандағы тор көзден 1 баған шығарамыз. 1 үрмелі шар аламыз да, келесі тұрған тор көзді тастап кетеміз де, одан кейінгі тор көзден 1 баған шығарамыз. Тағы да үрмелі шар алып, келесі тұрған тор көзді тастап кетіп, одан кейінгі тұрған тор көзден крючогымызды өткізіп, тағы да 1 баған шығарамыз. Тағы да 1 үрмелі шар аламыз. Келесі тұрған тор көзді тастап кетіп, одан кейінгі тор көзден жіп іліп алып шығамыз. Мінекей, тағы да үрмелі шар алып, осылайынан соңына дейін тоқисыздар. Мінекей, қыздарым, менде дайын болды. Кішкене тартылуы мүмкін. Ол ештеңе етпейді. Біз қазір келесі узорымызды салғанда уже орнына келеді. Бұл қатар тоқ болғаннан кейін енді біз бәрін біріктірдік. Жаңағы аркадан өткізіп, мінекей, 1 жіп іліп алып шығамыз да, 1 тор көзін шығарамыз. Енді тағы да жіп іліп алып, сол аркадан мінекей 2-ші бағанды шығарамыз. Енді біздер дәл осы жерден 1 тор көзін, 2-ші тор көзін іліп алып шығарамыз да,
Енді сол аркадан тағы да бір баған шығарамыз. Енді осыдан кейін сол арканың ішінен екінші бағанды шығарамыз. Неге дайын болды. Енді біз мына арканы тастап кетеміз да келесі аркадан өткізіп, дәл осылайынан бір баған шығарамыз. Келесі екінші бағанды шығарамыз. Енді екі тор көзін іліп алып, дәл сол арканың ішінен тағы да екі баған шығаратын боламыз. Неге бір баған шықты, енді екінші баған шықты. Тағы да дәл осылай бұл арканы тастап кетеміз да келесі аркадан тағы да бір баған шығарамыз. Енді осы арканың ішінен екінші бағанды шығарамыз. Бұл екінші баған шығарып болғаннан кейін екі тор көзін іліп аламыз да дәл сол арканың ішінен тағы да екі баған шығаратын боламыз. Дәл осылай соңына дейін жалғастырасыздар, қыздар. Зор болып шығады. Енді жіпті біріктірдім да, мына тұрған арканың ішіне крючогымды кіргізіп, жіп іліп алып шығып, осылайынан тағы да біріктіремін. Енді бір үрмелі жар аламын. Крючогыма жіп іліп алып, арканың ішінен өткізіп, тағы да бір баған шығарамын. Бізде осылайша екі баған пайда болды. Енді екі үрмелі жар аламын да, осы арканың ішінен тағы да екі баған шығарамын. Яғни мінеки бір баған істедік, енді екінші бағанды істейміз. Енді біз дейтін бір үрмелі шар аламыз да, келесі тұрған аркадан тағы да екі баған шығарамыз. Яғни мінеки бір баған шықты, енді екінші бағанды шығарамыз. Енді осыдан екі үрмелі шар алып, дәл сол арканың ішінен тағы да екі баған шығарамыз. Яғни біреу, енді екінші бағанды шығардық. Бір үрмелі шар алып, дәл осылайынан соңына дейін тоқисыздар жалғастырып. Өте оңай, қиын емес. Неге тоқып бітірдім, енді жіпті біріктірдім да, енді мына тұрған арканың ішіне крючогымды кіргізіп, тағы да жіп іліп алып шығамын. Енді бір үрмелі шар аламын да, осы арканың ішінен тағы да бір баған шығарамын. Енді екі тор көз шығарып алғаннан кейін, дәл осы аркадан тағы да екі баған шығарамын. Бірінші бағанды шығардық, енді екінші бағанды шығарамын. Екі бағанды шығарғаннан кейін, бір үрмелі шар аламын да, мына тұрған арканың ішінен өткізіп, бір тор көзін шығарамын. Тағы да бір үрмелі шар алып, бірден келесі аркаға көшемін. Келесі аркадан екі баған шығарамыз, яғни бір баған шығардық. Енді келесі екінші бағанды шығарамыз. Екі тор көзін шығарғаннан кейін, дәл сол арканың ішінен тағы да екі баған шығарамыз. Яғни бір баған шығардық, енді екінші бағанды шығарамыз. Бір үрмелі шар аламыз да, мына тұрған арканың ішіне өткізіп, бір тор көзін шығарамыз. Тағы да бір үрмелі шар аламыз. Мінеки осылайынан соңына дейін жалғастырасыздар. Соңғысына келдім, яғни бір үрмелі шар алдым да, мына аркаға крючогымды кіргізіп, бір тор көзін шығардым. Бір үрмелі шар аламын. Енді
мында крючогымды кіргіземін да жіп іліп шығарамын. Мына тұрған аркаға крючогымды кіргізіп, тағы да бір жіпті іліп алып шығамын. Енді бір үрмелі шар аламын да тағы да бір баған шығарамын. Неге екі баған болды ма, енді тағы да бір баған шығарып, үшінші бағанды шығарамын. Бұл бізде соңғы қатар істеп жатқанымыз. Енді екі үрмелі шар аламын. Дәл осы аркадан тағы да 3 баған шығарамын. Яғни бірінші баған, енді екінші бағанды шығарамыз. Келесі үшінші бағанды шығарамыз. Енді мына астында тұрған тор көзге крючогымызды кіргіземіз да бір тор көзін шығарамыз. Бірден келесі тұрған аркадан тағы да 3 баған шығарамыз. Бір баған шығардық. Келесі екінші бағанды шығарамыз. Одан кейін үшінші бағанды шығарамыз. Енді екі тор көзін іліп алып, тағы да 3 баған шығарамыз. Яғни бірінші бағанды шығардық. Енді екінші бағанды шығарамыз. Келесі үшінші бағанды шығарамыз. Келесі тұрған тор көзге крючогымызды кіргіземіз. Мінекей дәл осылайынан соңына дейін тоқисыздар. Мен соңғы бөлігіне келдім. Соңғы бөлігінде тұрған тор көзге крючогымызды кіргізіп, жіп іліп алып шығамыз. Енді мына соңғы тұрған тор көзімізге крючогты кіргізіп, тағы да жіп алып шығамыз. Енді артық қалған жібімізді кесіп тастаймыз. Бұл артық қалған жіпті білдіртпей, арасына тығып, көрсетпей өткізулеріңізге болады. Мінекей менде дайын болды. Біз қазір өлшейтін боламыз. Менде 36 сантиметр болып шықты. Ет салатын табақтың астына арналған салфетка. Басқа жерге де қоюға болады. Өте әдемі салфетка түрі бұл.